Саламатсыздар ма, 4-ші сынып оқушылары? Бүгінгі біздің сабағымыз қазақ тілі. Сабағымыздың тақырыбы Елордасы елімнің 124-125 сабақ. Шылау. Сабағымыздың мақсаты мәтіннің тақырыбы мен мазмұнының өзара сәйкестігін анықтау және ондағы негізгі ойларды тұжырымдау. Сөзбен сөзді, сөйлеммен сөйлемді байланыстыратын шылауларды және себебі мен пен қолдану. 19-ші жаттығу. Мәтінді оқы. Тапсырмаларды орында. Ең алдымен мәтінді мұқият оқып алыңыздар. Және де мына сұрақтарға жауап беруге дайындал. Бірінші сұрақ. Мәтін кім, не туралы? Шыңғыс неліктен желдеткішті арқасына қоюды армандады? Әкесі Шыңғысқа неге риза болды деп ойлайсың? Мәтінге ат қой. Әрмен қарай, бүгінгі біздің тақырыбымыз шылау туралы видеороликке назар аударайық. Ай мектеп. Аға, тіліміздегі сөздердің бәрі де жеке тұрып белгілі бір сұраққа жауап бере ме? Жоқ. Он неге сұрадың? Себебі мен ғана, ғой, үшін, және деген жеке тұрған сөздерге еш сұрақ қоя алмадым. Сен оларға неге сұрақ қойылмайтыны туралы ойландың ба? Иә, сұрақтар тек мағыналары айқын сөздерге ғана қойылатын сияқты. Дұрыс айтасың. Сұрақтар тек толық мағыналы сөздерге қойылады. Сонда бұл сөздердің толық мағынасы жоқ екен ғой. Олай болса, біз оларды не үшін пайдаланамыз? Дана, мен мектепке білім алу үшін барамын деген сөйлемнен үшін сөзін алып тастап көрші. Сөйлемнің мағынасы түсінікті бола ма екен? Мен мектепке білім алу барамын. Жоқ, түсініксіз. Сөздер байланыспай қалды. Оларды байланыстыруға үшін сөзі керек. Көрдің бе? Ол сөзбен сөзді байланыстырушы қызмет атқарып тұр. Осындай өз алдына толық мағынасы жоқ, бірақ сөзбен сөзді, сөйлеммен сөйлемді байланыстыратын сөздер шылау деп аталады. Шылауға мен, бен, пен, және, да, де, та, те, ма, ме, ба, бе, па, пе, дейін, шейін, қана, ғана, қой, ғой, үшін, туралы, ақ, ау, тағы да басқа осы сияқты сөздер жатады. Біздің тілімізде шылауында болу деген тұрақты тіркес бар. Мағынасы біреудің ықпалында, ырқында болу дегенді білдіреді. Шылау сөздер өздері жеке қолданылмай, толық мағыналы сөздердің ықпалында болады. Жеке тұрғанда мағынасы жоқ сияқты болғанымен, шылаулар өзі тіркескен сөзге әртүрлі қосымша мағына істейді. Яғни, қосымша мағына береді. Бәсе, мен үшін деген шылаудың сөздерге мақсаттық мағына істейтінін байқадым. Мысалы, көз көру үшін, құлақ есту үшін, тіл сөйлеу үшін берілген. Иә. Ал ма, ме, ба, бе, па, пе шылаулары өздері қатысты сөздерге сұрақ мағынасын істейді. Түсінікті. Шылауда толық мағына болмаса да, толық мағыналы сөзге мағына қосады екен. Тағы бір сұрайын дегенім. Осы сұрау мағынасындағы шылаулар сөйлемде қайталанғанда сұрақ белгісін қай жерге қоямыз? Қайталанған ма, ме, ба, бе, па, пе шылауларының арасына үтір қойылып, сұрақ белгісі соңғысынан кейін қойылады. Мысалы, мына суреттегі анар ма, жанар ма, манар ма дегенде, алғашқы екі сұрақтан кейін үтір,
соңғысынан кейін сұрақ белгісі қойылады. Осы сияқты бірыңғай сөздермен қайталанып тіркескен да, де, та, те шылауларының арасы да үтірмен ажыратылады. Мысалы, математикаға Айжан да, Фатима да, Елдос та мықты деген сөйлемде алдыңғы шылаулардан кейін үтір қойылады. Бірақ бұл шылаулар бірыңғай қолданылған екі сын есімнің арасында келсе, онда ешқандай тыныс белгісі қойылмайды. Мысалы, көшеміздегі жаңа ғимараттар әдемі де сәнді көрінеді деген сөйлемдегі шылаудан кейін ешқандай тыныс белгісі қойылмайды. Шылаулардың бәрі тіркесетін сөзінен бөлек жазылады ғой. Есіме салғаның жақсы болды. Тілімізде тіркесетін сөзіне шектеу, даралау, өтініш мағыналарын үстейтін ақ, ау деген шылаулар бар. Олар өзі тіркескен сөзден дефис арқылы бөлініп жазылады. Мысалы, менің білетінім осақ, немесе туған жер, сен бәрінен де ыстықсың ау. Рахмет аға, түсіндім. Енді білгенімді бекіту үшін үй тапсырмасына берген мына жаттығуды орындайын. Қайталайық. Шылау. Өз алдына толық мағынасы жоқ, бірақ сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстыратын сөздер шылау деп аталады. Шылауға мен, бен, пен және да, де, та, те, ма, ме, ба, бе, па, пе, дейін, шейін, қана, ғана, қой, ғой, үшін, туралы, ақ, ау, тағы да басқа осы сияқты сөздер жатады. Жеке тұрғанда мағынасы жоқ сияқты болғанымен, шылаулар өзі тіркескен сөзге әртүрлі қосымша мағына үстейді. Мысалы, үшін шылауы сөзге мақсаттық мағына үстейді. Мысалы, көз көру үшін, құлақ есту үшін, тіл сөйлеу үшін берілген. Шылаулардың бәрі де тіркесетін сөзінен бөлек жазылады. Ақ, ау шылаулары ғана өзі тіркескен сөзден дефис арқылы бөлініп жазылады. Мысалы, менің білетінім осақ, немесе туған жер, сен бәрінен де ыстықсың ау. Оқушылар, әрмен қарай ереже дәптерімізді ашып, шылаудың ережесін жазып алайық. Шылау дегеніміз өз алдына толық мағынасы жоқ сөздерді айтамыз. Мысалға, шылаулар мен, бен, пен және да, де, та, те, ма, ме, ба, бе, па, пе, дейін, шейін, қана, ғана, қой, ғой, үшін, туралы, ақ. Ата, мен әжем ауылдан келді. Бұл жерде шылау мен. Сабақ басталды ма? Бұл жерде шылау ма. Әрмен қарай шылауға берілген жаттығуларды орындайық. 20-шы жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жазып, шылауларды тап. Мен де солай ұша алсам ғой. Көке, сізге бірдеңе айтайын ба? Дәптерімізге мұқият жазайық. 21-ші жаттығу. Өлеңді жазып, шылаудың астын сызамыз. Барлығы Қазақстанның. 22-ші жаттығу. Мәтелді қатесін түзеп жаз. Бірлігі жоқ ел озады, бірлігі күшті ел тозады.
27-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті шылауларды қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Мысалға, бірінші сөйлем. Ол өз ойын бірден ақ айтқан ғой. Бұл жерге, яғни, ақ шылауын жалғап жазамыз. Әрмен қарай өз бетімізбен дәптерімізге қатесіз көшіріп жазайық. Шылаулардың астын сызамыз. Үйге тапсырма. 25-ші жаттығу туралы дейін, шейін шылауларына сөйлем құрап жаз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.